Қазақ халқының ұлттық өнері бұрынғы өткен бабаларымыздан бізге жеткен асыл мұра. Асыл мұраны тарихымызды, көне мәдениетімізді қастерлеу, өркендету және жалғастыру әрбір ұрпақ үшін қасиетті парыз. Өйткені онда ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық ерекшелік, форма, ой-өрнектер ғана емес, сондай-ақ салт-дәстүріміз, тарихымыз, халықтық мінезіміз қалыптасқан. Қазақстанның тұңғыш суретшісі Әбілхан Қастеевтің «Мен өнерді таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, ешкінің мүйізінен, әженің киізінен үйрендім» деуі содан болса керек. Өнердің алтыны қолында, байлығы жатыр жолында. Менің Қазақстаным челленджін Иманов мектебіне жолдаймыз.